Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай өте дәмді қытырлақ болып шығатын самсаны жасаймыз, кеттік. Алдымен картопымызды төрт бұрышты етіп турап аламыз. Картоп қоспасаңыздар да болады, әрине ол өзіңізге байланысты. Мен балақайларға беретін болған соң арасына картопты қосуды жөн көрдім. Картопымызды турап болған соң пиязымызды үккіште немесе ұсақтап блендерден өткізсеңіздер де болады. Ең бастысы біздің пияздарымыз езілсе болғаны. Барлығын жақсылап дайын болған соң фаршымызға картопымызды, пиязымызды дәміне қарай тұз, бұрышымызды қосамыз. Мұздатқыштан қатпарлы қамырымызды алдын ала шығарып аламыз. Еріген жерлерін осылай кесіп алып, дөңгелекті етіп жасап, ұнымызды сеуіп, жұқалатып жаямыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қатпарлы қамырдың жоғарыда сілтемесін қалдырамын. Сол сілтемеден өтіп, осы рецептпен жасап көрсеңіздер, 100% шығатынына сіздерге толықтай сеніммен айта аламын. Енді бұлардың барлығы дайын болған соң, жаймен де пешімізді қыздырып бастаймыз, достар. Онды себе берсеңіздер болады, ол ешқандай қамырға әсер етпейді. Бетіне жұмыртқаның сарысын, күнжіт дәнін, магымызды сеуіп, конвекция режимі болса, сол режимде 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Ал ол режим болмаса еш нетпейді, қарапайым режимде дәл сол уақытта пісіріп аламыз. Біздің самсамыз дайын болды. Мен осы рецептте бірінші рет жасап тұрдым, бірақ та бір жасағаннан өте сәтті рецепттердің бірі. Дәл біздің қамырымыз, самсамыз осындай қытырлақ болып шығады. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.